Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде тақырыпта көріп тұрғандарыңыздай мен бүгін сіздерге қалай обложка жасаймын, қалай видео монтаж жасаймын, соларды көрсететін боламын. Менен бір қыз қайта-қайта әр видеома комментарий жазатын, қалай монтаж жасайсың, қалай обложка жасайсың, түсірші өтініш деп. Бірнеше рет көрдім, көп жазған. Сол үшін түсірейін деп шештім. Бүгінгі видео енді мен обложканы қалай жасайтыным туралы және видео монтажымды қалай жасайтыным туралы болады. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде лайк басып, міндетті түрде тіркеліп достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз кеттік, бастаймыз. Ал достар, мен сіздерге көрсетуді бастайын. Мен негізі CapCut приложениесімен монтаж жасаймын. Көбінесе, как всегда, осы приложениені қолданамын. InShot мен бір-екі рет қана қолданып көргенмін. Бұл да керемет, CapCut секілді. Тілін дереу түсініп кетесің, үйреніп кетесің. Тоже бұны мен сіздерге ұсынамын, советую, короче. Align Motion тоже сондай, но мен оны көп қолданбаймын. Мұндай өзімнің видео монтаждарыма эдит жасайсың ғой, кейде жасағым келеді, сол кезде қолданамын. Әйтпесе бұлай қолдана бермеймін. Мен только осы CapCut'ты қолданамын. Міне CapCut'қа кірдік, енді осы жерде новый проект дегенді басамыз. Сосын өзімізді монтаждайтын видеомызды таңдап аламыз. Міне менің монтаж жасайтын видеом осы. Қазір осының бәрін толық монтаждағанды көрсететін боламын. Қырқатын жерлері де болады, қырқпайтын жерлері де болады. Міне біз видеомыздың дауысы әдемі болу үшін біз бірінші видеоны былай жасаймыз. Громкостын көбейтеміз дауысын. Сәлем достар! Қалайсыздар? Бүгін видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде бұл лава деген челлендж болады. Бұл челленджде Мұстафа мен Кәусар ойнайды. Мен оларға ойынды түсіндіріп қойдым. Енді осы екеуі қазір ойынды ойнайтын болады. Сіздер видеоның соңына дейін көріп, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де адамдарды тіркелуді ұмытпас үшін міндетті түрде видеоның шетіне, мынадай жерлеріне міндетті түрде хромакей қою керек. Сонда адамдар сіздерге тіркелетін болады. Біз хромакей қою үшін наложениені басамыз. Мынадай түрі бар. Сіздер мұндай хромакейлерді көптеген телеграм каналдарда таба аласыздар. Әртүрлі жерлерде болады негізі. Міне осындай әртүрлі хромакей, мына жерде тағы бар. Келіп тұр. Басқан соң мынау тұрған домалақ шығады, соны артқы жасыл фонға апарамыз, шылыштамыз, короче. Сосын мына жерде Indian 70 деген тұр, осыны мына жасыл кеткенше жасаймыз. Қараңыздар, мысалға 0 болып тұрса, ол көрініп тұрады. Если 8 болса, қараңыздар. Осы шетінде жасылдары көрініп тұр, ол көрінбес үшін дұрыстап қоямыз.
Егер достар видеоларыңыз ұзақ болып кетсе, керек емес жерлерін сонда да қосқыларыңыз келсе скоростын көбейтсеңіздер болады. Ол үшін сіздер осы видеоны басасыздар. Скорост деген андай жерде тұрады. Осын басасыздар. Мына жерде нормальная деген жерді басасыздар. И қалған нелеріңізге қоясыздар. Скоросттарыңызға. Менің өзіме осы скорост лайық сияқты, қараңыздар, өте тез болады деп ойлаймын. Және бұл дауысы өшік болғаннан кейін біз бұл видеоға міндетті түрде музыка қоюымыз керек. Скорост қойған жерден дауысы өшік болу керек. Және ол жерде музыка болу керек. Менде музыка аз. Мына жерден бір любой музыканы алып қоямын. Міне достар, мен өзімнің музыкамды қойып алдым. Мына жерде тағы ұзақ сияқты, егер қырқатын жері болса, достар, өздеріңіз қырқып тастайсыздар. Достар, осы видеоларыңызды аяқтаған кезде осылай капкут соңында мына жерде концовка деп тұр. Бұл шығып тұрмас үшін осыны үстінен басасыздар. Удалить деген басасыздар. Сонда капкут деген белгі шықпайды, және жаңағыдай жазу шықпай тұрады. Мінекей, осылай видеомызды идеально шығарсақ болады. Видеоларыңыз дауыстарыңыз қатты емес, жай естілсе, громкостын көбейтесіздер. Шумын сәл азайтқыларыңыз келсе, уменьшить шум дегенді басасыздар. Және астында соны птичка тұрады, соны басасыздар. Мына жерде экспорт деген жазу тұрады, осыны басып 100 болғанын күтеміз. Осыны шыққан соң біздің галереямызға сақталады. Сөйтіп ол видеомыздың обложкасын жасауымыз керек. Өздеріңіз де білесіздер, обложканы мен қандай приложениемен жасайтынымды қазір сіздерге көрсетемін. Міне қараңыздар достар, мына жерде менде осы приложениелер, обложкама керек нәрселер, мынау керек емес. Мынау обязательно, мен как всегда осы пиксартпен обложка жасаймын. Қазір осы мен қалай жасайтынымды көрсетемін. А мынау шрифт, бұл тоже скачать етесіздер ма, өздеріңіз білесіздер, мен бұны анда-санда қолданамын енді. Мен как всегда осыны қолданамын. Жақсы көремін осы приложениені. Енді қазір біз пол это лава дегенге обложка жасап тастайық. Мен жасаған түнде магазин тоналдық деген видеодағы обложкам көріп тұрғандарыңыздай. Енді жасау үшін бізде бірінші пустой деген басасыздар. Короче, басынан көрсетейін сіздерге. Мына пиксартқа біз кірген кезде осылай тұрады. И мына жерде плюсика басасыздар. И мынау бізде қараңыздар, ютубтың несімен бірдей емес. Мынау инстаның постының андай несімен бірдей. Біз оны дұрыс ютубтың обложкасының форматына келтіру үшін инструменты деген басамыз. Обрезать. И астында тұрады YouTube. Мына жерде YouTube деп тұр, осыны басасыздар. Мына ютубтың несіне келтіріп береді. Қараңыздар, мына жерде ештеңе жоқ. Артқа фонын қоюымыз керек. Ол үшін біз добавить фото дегенді басамыз. Міне достар, қараңыздар, мен өзімен мынандай бір артына фон тауып алдым. Мынау жараспайтын сияқты.
Достар, сіздер міндетті түрде обложкаларыңызға жарасатын фото алыңыздар. Мысалға мына көк түсті осындай зал, яғни холл қонақ бөлмеміз жараспай тұр. Артқы фонына басқа сурет алайық тағы да. Мұстафаның осындай суретін алдым. Енді қазір обложкаға вирус деген басамыз. Біз оның person деген басамыз мына жерде. Міне осындай жерін қырқауымыз керек. Қызылға бояп артық жерлерін өшіп тастаймыз. Достар, сіздер өздеріңіздің видеоларыңыздың тақырыбына байланысты әртүрлі стикерлер қойсаңыз да болады. Мысалға біздің видеоның енді аты пол это лава ғой. Біз сол үшін от қоюымыз керек. Мына жерде бізде стикери деген тұрады. Стикери. Осын басамыз. Сосын постикке жазамыз. Мысалға маған не керек? Маған от керек. От не дейді орысша, достар? Лава деп жазамын, потому что біздің видеомыз лава жайлы. Бізде пол лава болады, сол үшін лава дейміз. Басқа нәрсе шығып кетті. Міне, мысалға былай қойсақ болады. Мына жерде пол это лава болады, немесе әртүрлі басқа да смайликтер қойсақ болады. iPhone 8 смайликтер қойдым.